Фашань қаласы заманауи технологиямен жиһаз өндіретін ірі фабриканың бірі. Қытайдың бір таңғалдыратыны, кез келген фабрика, заводтарда үстіңгі қабатта осындай ойнайтын, демалатын орын бар. Біз бұл фабрикаға кездейсоқ келген жоқпыз. Сіз бен біз қолданатын италиялық, турциялық жиһаздардан бөлек хит болайын деп тұрған жиһазға келдік. Қазір көресіздер, сіздерге фокус көрсетеміз. Қараңыздар. Бұл енді Қытайдың өзінде енді шығып жатқан тауар. Еш жерде жоқ. Мына жаңа Қытайда біз Фашаньдағы бүкіл базарда алады, ол жерде ондай жоқ. Бұны біз жаңадан көріп, тауып, енді қазір бисмилля деп ашып жатырмыз. Но скоро Қазақстанға келсе, хит тауар болады бұл. Любой үйге, любой жерге керек нәрсе. Қараңыздар. Бұны ойлап отқан жоқсыздар, бір жастық па, матрас па деп. Қазір көресіздер. Біздің каргамен осылай 3-4 қапшықты тиімді әрі арзан қылып өзіңізге тапсырыс бересіз. Содан қапшығын пакетін қырыққан соң Ал кетіп қараңдар. Мына кішкентай ғана нәрсе. Міне осылай. Сапасы өте мықты, материалы деген енді айтамайын. Өте жұмсақ, жайлы. Бұлай жатқан кезде арқасында бұлай амортизацияда бұлай жата бересің, қараңыз. Мен мысалы 81 килограмм ыңғайлы. Тұрған тұрысы өте керемет. Бұны алып тасымалдау кезінде стандартный жиһаздан 5 есе арзан төлейсіз. бір ғана секциясы. Бұның жаңына қосасыз. Бұрыш-бұрышымен үлкен қойуға да болады. Мысалы мынаның. Міне. Жаңына тағы да біреуін қойып бересің. Осылай істеуге болады. Осыны отыра бересің. Телевизорыңды көресің. Жатасың, ұйықтайсың. 我们再打开，然后再拍个视频。我拿过来给你看。 난 білесіз бе, мынада каркас жоқ ішінде. Каркас жоқ, бірақ былай кәдімгі диван сияқты. Мынаны жинайды да, вакууммен кішкентай болып қалады. Сосын арды бері тасыған кезде ыңғайлы да. Потом ашасың ғой, ашқан кезде мынандай болады. Ішінде кәдімгі губка, бірақ біздікіндей емес, біз көріп жүргенде губка емес, мынау. Больше андай тартымды да, упругий дей ма. Қаттырады, сосын кішкене жеп жеңіл. Жаңағы мебельді мысалы бір қолмен көтеріп, астын тазалап аласыз, немесе ар жаққа да бер жаққа да қоя бересіз. Ал мынау осы технологиямен жасалған жиһаздар. Алуан түрлі түстер, заманауи дизайндар, кез келген жерді жайнатып жіберетін стильдер. Бұл дизайндардың барлығын Қытай ойлап таппаған. Бұл осы фабриканың серіктестері италиялық және испаниялық азаматтар. Керек десеңіз, материалы мен түсін де сол кісілер таңдайды екен. Ал мынау осы жиһаздардың көлемі, ұзындығы, биіктігі. Өзіңізге керек размерін тауып, бізге тапсырыс берсеңіз болады. Осы прайс керек болса, жазыңыз. Фашань фабрикалары ұйықтамайды. Күндіз-түні қызмет етіп, еңбек етуде. Жалпы бағасы күніне 100 миллионнан асатын жиһаздар шетелге шығарылып жатыр дейді. Бұл тек бір Фашань қаласында ғана.